Егер сіздің атыңызға Вашингтон менің атымнан кредит алып жатыр, не істейді? онда мен саған не істеу керек екенін түсіндірейін. Біріншіден, банкке немесе микроқаржы ұйымына дереу хабарлас. Шот пен картаны мобильді қосымшаға қолжетімділікті бұғаттауды талап ет. Екіншіден, полицияға арыз бер. Бұл егов немесе e-өтініш порталдары арқылы немесе бөлімшеге барып жасалуы мүмкін. Арызда несие соммасы, күні, банк атауы көрсетілу керек. SMS, скриншот, хат, хабар сияқты дәлелдерді қосу маңызды. Полиция саған екі құжаттың бірін береді. Жәбірленуші ретінде тану туралы қаулы немесе қылмысқа ықпал еткен мән-жайларды жою жөніндегі ұсыныс. Құжатты алған соң банк 3 күн ішінде пайыздарды есептемей, қарызды өндіріп алу шараларын уақытша тоқтатады. Егер банк тиісті әрекет жасамаса, іс сотқа беріледі және сот шешімі шыққан соң қарыз толық жойылып, төленген сомалар қайтарылады, кредиттік тарих жаңартылады. Алаяқтарға қатысты немесе басқа да қызық ақпараттарды білгің келсе, бізге жазылып, лүпіл басуды ұмытпа.